Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді, өте тойымды картошкадан жасалатын таңғы ас дайындаймыз. Бізге қажетті заттар 4 картошка, 1 жарты колбаса, көк пияз, 1 жұмыртқа, 2 қасық ұн қажет. Ең алдымен теркамыздан жұқалатып картошкамызды өткізіп аламыз. Одан соң жарты колбасамызды жұқалау етіп тураймыз. Менің видеоларыма лайк басып, комментария жазып, қолдап кетуді ұмытпаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығатын рецепт. Одан соң көк пиязымызды турап аламыз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Одан соң картошкамызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстінен көк пиязымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. 2 ас қасық ұнымызды үстінен салып, араластырып аламыз. Осылай вилкамызбен барлығын араластырамыз. Келесі бізде колбасамызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Қолымызбен араластырып, картошкаларымызды жұмсартып аламыз. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, дайын болған картошкамызды ішіне үлкен қасықпен толтырып салып, осылай етіп жайып ортасын дөңгелектейміз. Баяу отта 4-5 минуттай пісіріп аламыз. Асты қызарғаннан соң келесі бетіне аударамыз. Бетін қақпақпен жауып қоямыз. Осылай барлық картошкаларымызды пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Любой смайлікпен бағасын беріп кетіңіздер. Осылай помидормен, огурцымен, майонезбен ұсынсаңыздар, өте әдемі болып, түрі аппетитный болып көрінеді. Барлықтарыңызға ас болсын.